Қазір еліміздегі коронавирустық эпидахуал жайлы баяндап беретін қонағымыз студиямызға келді. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы жұқпалы аурулардың алдын алу департаментінің директоры Жұмабек Бекенов мырза бүгін бізде қонақта. Жұмабек мырза, қазіргі еліміздегі эпидахуал туралы айтып өтсеңіз алдымен. Жалпы енді еліміздегі жағдайды айтпай тұрып, біз енді өз алдымызға емес, мына дүние жүзіндегі эпидемиялық жағдаймен, ахуалмен байланыстамыз. Әрине. Қазіргі кезде эпидемиялық жағдай өте күрделі жағдайда дүние жүзінде өздеріңізге белгілі. Қазір дүние жүзіндегі ауру адамның саны 78 миллионға жетіп қалды. Оның мысалға 1.700.000-нан астамы өлімге келіп, өкінішке орай өлімге келіп отыр. Ондалықтың күнделікті өсу пайызы мысалға 0,7% құрап отыр. Енді осыған салыстырмалы түрде біз айтатын болсақ, Қазақстанда қазір өсуінің 148 мыңдай адам ауырды, өздеріңіз білесіздер. Оның 2200 адамы қайтыс болып кетті. Бірақ енді біздің күнделікті өсім пайызы 0,5% көріп отыр. Қарап отырсақ, салыстырмалы түрде бізде салыстырмалы түрде тұрақты өсім. Мысалға енді көрші орыс мемлекетінде айтуға болады. Оларда да мысалға бір күнде 29 мыңнан аса адам ауырып отыр. Немесе күнделікті олардың өсім пайызы 0,9% құрап отыр. Соған қарағанда енді біздің Қазақстанда да әрине өсім бар. Жағдай аса бірақ күрделі емес. Өзіміздің бақылау мүмкіндігінде. Түсінікті. Енді түрлі болжамдар бар. Әлемдік деңгейдегі қашан тұрақталу мүмкін деген сұрақ қойғым келеді өзіңізге. Қазір енді біз үлкен бір бетбұрыс уақытында тұрық. Сіздер білесіздер, осы соңғы жетіде дүние жүзінде осы коронавирусқа байланысты үлкен өндіріс орындары вакциналарын өндіріске шығарып, адамдарды алғашқы егулерді бастады. Ол мына біздің күнделікті қатынасып отқан Ресей мемлекетінде, мына Европа елдерінде, Америкада осы вакциналар осы COVID-19-ға байланысты егулерді басталды. Бұлар енді өзінің нәтижесін беру керек. Білесіздер, ол алғашқы жаңағы 20 күннен 1,5 айға дейін ол иммунитеттің пайда болу мүмкіндіктері болады. Бұның енді нәтижесін біз 1,5 айдан кейін көретін боламыз. Сол уақытта біз толық тұрақтандыруға мүмкіндігіміз болады деп ойлаймын, дүние жүзінде. Түсінікті. Енді дүние жүз демекші, кеше ғана ақпараттық порталдарда шығып, дүр сілкіндіріп жатыр. Ұлыбританиядағы мутацияға ұшыраған вирус жайлы. Осы туралы мән жайды айтып, біздің көрерменге түсіндіріп өтсеңіз. Енді бұның алдындағы да айтылатында да пайда болғаннан бері айтқанбыз. Жалпы дүниежүзілік ақпараттарда да бұл жасырын нәрсе емес. Өйткені жалпы вирус, оның ішінде біздің коронавирусты, оның мутацияға, өзгерістерге өте бейім. Себебі ол вирус. Өйткені ол вирус, ол қоғамға бейімделеді. Адамдардың ортасында таралуға бейімделеді. Ол өзінің ортасын тапқысы келеді. Сондықтан да оның табиғаты сондай бейім. Бірақ енді біздің кешегі осыған қарсы жасалып жатқан дүние жүзіндегі, соның ішінде Қазақстандағы вакциналар, бұлардың негізгі бөлігінің өзгермейтін бөлігіне қарсы бағытталған. Кіші өзгерістер оған әсерін білмейді, өйткені вакцина бұл вирусқа қарсы әсер етеді. Яғни вирустың негізі бар, сол негізгі бөлігіне жасалады. Вирустың негізі бар, соған қарсы жасалады, сондықтан ол өзінің оң нәтижесін беруге тиіс. Сондықтан атты қобалжудың керегі жоқ. Қазір енді, Ұлыбританияда үлкен ауырмашылдық өсіп жатыр. Соған байланысты бізбен елмен қазір тікелей өсуіне байланысы жоқ, қысқартылған болатын. Жалпы біздің даже көрші елдерде, біздің Европа болсын, Ресей болсын, Орта Азия мемлекеттері барлығы да қазір Ұлыбританиямен уақытша қатынастарды, оның ішінде әуе қатынастарын жылдам келетін доғарды. 1 айға дейін, 1,5 айға дейін. Бұл өзінің нәтижесін беру керек, және ағылшындық дәрігерлерді мен ойлаймын, оны уақытша тұрақтандырады деп. Түсінікті. Енді Жұмабек мырза, өзіңіз келгеннен кейін, аман келгеннен кейін сұрағымыз келеді. Қарапайым сақтық шараларынан бөлек иммунитетті көтеру үшін өзге де әдіс тәсілдерді қолдану көмектесе ме?
әрине алдын алуға. мына біздің қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы өзінің негізгі міндеті де сол, тек қана мына вирус пайда болғанда емес, біздің күнделікті жұмысымызда халықты осы салауатты өмір салтына бейімдеу, дайындау. Өйткені біз бір ғана осыған емес, бұдан да басқа маусымдық аурулар бар, бізде. Жылда өзіміздің табиғатымыз араласады. Сондықтан да біз ерекшеліктеріміз бар. Қысымыз қатты, жазымыз ұзақ, ыстық. Сол маусымдық аурулар бар тарайтын. Соның алдын алу үшін де жалпы мына қысқа керек адам енді мына жабық үйлерде болады. Витамин жеулер азаяды күнделікті. Күндегі ағзаны, мына іс-қимылдар дейміз ғой, азаяды. Сол уақытта осы азайған заттардың орнын толтырып отыру керек. Ол мысалы белсенді іс-қимыл, міндетті түрде, жақсы тыныш ұйқы, психологиялық жағдай өте қатты әсер етеді адам баласына. Жалпы иммунитеттің пайда болуына, жалпы көңіл күй дегеніміз ғой. Көңіл күй болу керек. Көңіл күй болған жерде адамның өзі өмір сүруге деген құлшыныс болады. Өмір сүруге деген стресске ұшырамау керек қой. Стресске ұшырамау керек. Сондықтан енді тамақ жөнінен болсақ, әрине біздің жаздағы тамақтарымыз енді витаминдердің азайғаны белгілі, бірақ бізде Құдайға шүкір қазір өзіміздің дастарханымызға көкөністерді алуға, соғымның жақсы еттері бар. Ол үшін өйткені бізге белок керек. Белок бар, ол міндетті түрде ет рационда болу керек. Осы тағамдар міндетті түрде дастарханда болып, жаңа жылды үлкен қалай қарсы аламыз? Молшылықпен. Бірақ үйде тыныш қана өзіміз қарсы алайық, бірақ біз бейімделген семьялық, жанұялық мейрам солай қарсы алуымыз керек. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Ең басты қымбатты көрермендер, иммунитетті көтеруден бөлек қарапайым сақтық шараларын сақтауды да ұмытпағайсыздар. Жұмабек мырза, сізге алғыс білдіреміз. Уақыт бөліп келгеніңізге. Осындай енді халық ушықты ғой, расымен мутацияға ұшырап жатыр дегеннен кейін қорқады, әлеуметтік желіге түрлі дүниелер жасап, осының алдын алып түсіндіріп берген үшін рахмет айтамыз өзіңізге. Қымбатты